Сәлем. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бар, я, жоқ модаль сөздері. Бұл сөздер грамматикалық қолдану жағынан ерекшеленетін сөздер. Ауызекі сөйлескенде сөйлем ретінде кездеседі. Құптау, жоққа шығару және барлық мәндерді білдіру үшін қолданылады. Мысалы, сенің ақ түсті жейдең бар ма? Бар. Бұл сөйлемдегі бар модальды сөзі барлық мағынасын білдіреді. Сен бүгін аяқ киім сатып алдың ба? Иә, алдым. Бұл сөйлемдегі иә модальды сөзі құптау мағынасын білдіреді. Сен бас киімді осы дүкеннен алдың ба? Жоқ, басқа киім дүкеннен алдым. Бұл сөйлемдегі жоқ модальды сөзі жоққа шығару мағынасын білдіреді. Келесі мысал, менімен киім дүкенінен барасың ба? Иә, барамын. Құптау мағынасы. Мына көйлектің 42-ші өлшемі бар ма? Бар. Күте тұрыңыз. Барлық мағынасы. Киімдерге жеңілдіктер аяқталған жоқ па? Жоқ, аяқталмады. Келіспеу, жоққа шығару. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол.